Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі дастарханыңыздың көркін ашатын, небәрі 2-ақ заттан ғана дайындалатын корей салатын дайындайтын боламыз. Ең алдымен қиярымызды тура видеода көрсетілгендей етіп, бірнеше бөліктерге бөліп турап шығамыз. Морковтарымызды осылай үккіштен неғұрлым ұзын-ұзын етіп өткізіп алғанымыз дұрыс болады. Және де достар, менің күн сайын каналыма шығатын жаңа рецептерді жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Міне біздің морковтарымыз дайын. Енді чеснокты осылай ұсақ-ұсақ етіп турап аламыз. Қалауларыңыз бойынша көк жуа қоссаңыздар болады, өте ерекше дәм береді. Тура видеода көрсетілгендей етіп, қатты ұсақ емес, осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Салатымыздың үстіне көк жуамызды салып, алдын ала қыздырылған майымызды құйып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, үстінен 2 ас қасық соевый соус қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Салатымызды жасап болғаннан кейін негізінен 1 күн тұру керек. Егер сіз кешке дайындайтын болсаңыз, таңертең дәмін көре берсеңіз болады. Бірден дайындап болғаннан кейін дәмін көретін болсаңыздар, тұздығы, бұрышы сіңбей, біздің салатымыздың дәмі онша біліне қоймайды. Енді әрі қарай бетіне кунжут сеуіп, дастарханыңызға ұсына берсеңіздер болады. Және достар, видеом ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!